Әл-Бақара сүресі 241-249 аяттар. Ажырасқан соңда бөлек тұратын әйелдерді жеткілікті дәрежеде әдет-ғұрыпқа сай қажеттіліктерімен қамтамасыз ету Құдайдың қаһарынан қорқатын тақуалардың міндеті. Өзінің аяттары мен заңдарын Алла осылай таратып түсіндіреді. Бәлкім ақылға салып ойланып көресіңдер. Кезінде өздеріңе төніп келген өлімнен қорқып, мыңдаған адамның үйлерін тастай қашқанын білмеуші ме едің, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла оларға мерт болыңдар деді. Соңынан қайтадан тірілтті. Алланың пенделеріне деген мейірімі мол, бірақ адамдардың көпшілігі жақсылыққа шүкіршілік етпейді. Алла жолында күресіңдер. Алланың естуші, білуші екенін естеріңде сақтаңдар. Кімде-кім Құдай жолына арнап көптеген қаржы жұмсаса, Алла оны өзіне еселеп қайтарады. Адам баласының ризығын тарылтатын да, еселеп көбейтетін де Алланың өзі. Сендер барлығыңда оған қайтып ораласыңдар. Исраил ұрпақтарынан шыққан ақсүйектердің Мұса қайтыс болған соң үлкен жиын құрғанын білмеуші ме ең, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар өз арасындағы пайғамбары Самуилге Алла жолында соғысу үшін бізге бір патша сайлап берсең деді. Егер де сендерге соғыс парыз етілсе, майданға шықпай қалуларың мүмкін бе? Деп сұрады. Олардан пайғамбар: тұрған үйімізден, елімізден де қуып, балаларымыздан айырылып жатса, неге Алла жолында соғыспасқа? Деп жауап берді олар. Ал оларға соғыс парыз етілген кезде аз ғана адамдардан басқасы теріс айналып, соғысудан бас тартты. Алла зәлімдерді жақсы біледі. Олардың пайғамбарлары: Алла сендерге Талутты патша сайлады дегенде, олар: ол бізге қалай билік құрмақ? Оған қарағанда билікке біз лайықтырақ емеспіз бе? Оның не дүние байлығы жоқ деді. Шын мәнінде сендерге патша болуға лайықты деп Алла дәл соны таңдады. Оған терең білім, айбарлы тұлға берді. Алла билікті өзі қалаған пендесіне береді. Алла барлығынды кеңінен қамтып білуші деп жауап берді пайғамбар. Және де пайғамбарлары оларға оның патша екенін дәлелі Тәңірлерің тарапынан сендердің көңілдеріңе үлкен медет болатын бір сандық келеді. Сандықтың ішінде Мұса мен Харунның отбасыларынан қалған мұралар бар. Сандықты періштелер әкеледі. Егер де шын мәнінде иман келтірсеңдер, бұл құбылыста айқын белгілер бар деді. Жорыққа аттанған Талут өз әскерлеріне: бүгін сендерді Алла ағып жатқан өзен арқылы сынайды. Кімде-кім оның суынан қанып ішсе, ол адамдар менімен бірге емес. Кімде-кім аузына да алмаса, менімен бірге болатын солар. Ал уысына алып су ұрттағандарға мұның қатысы жоқ деді. Аз ғана адамдардан басқалары өзен суынан қанып ішті. Талуттың айтқанынан шықпағандар аман-есен өзеннің арғы бетіне өтті. Сол кезде суды қанып ішіп әскерден бөлектенгендер Жалут пен оның әскеріне: бүгін біздің шамамыз келмейді дейді. Ал өздерінің бәрібір Алла алдында баратындарына сенгендер Алланың қолдауымен аз ғана әскер талай рет өзінен күші басым жауларын жеңіп кетіп еді ғой, деді. Алла әрқашанда шыдамдыларды жағында.